Біздің елде ақ қырыққабатты сүйіп жейді. Оны кез келген көкөніс дүкенінен табуға болады. Оның бағасы қолжетімді және тағам дайындауда танымал. Қырыққабат аз калориялы өнім. 100 грамм көкөністе бар болғаны 28 калория болады. Қырыққабаттың ағзаға қаншалықты пайдалы екенін адамдар көп біле бермейді, ал оның пайдасы мақтауға тұрарлық. Ол ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді, зат алмасуды ынталандырады, ағзаны тазартады, токсиндер, қалдықтар мен холестеринді шығарады. Ағзадағы С дәруменінің жетіспеушілігін анықтау қиынға соқпайды. Тез шаршау, үнемі суық тию, тәбеттің жоғалуы және ұйқыдан оянғаннан кейін қайтадан ұйықтағысы келу осы маңызды дәруменнің жетіспеушілігінің көрсеткіші. Адамдар үшін С дәруменінің негізгі көзі өсімдік тағамдары. Бар жоғы 100 грамм жасаң немесе ашылған ақ қырыққабат 69 миллиграмм С дәруменін береді екен. Күнде осы дәмді көкөніс қосылған тағамдарды тұтыну арқылы сіз С дәруменінің қажет мөлшерін ала аласыз. Ақ қырыққабат елімізде ең танымал көкөніс түрі, алайда жаңа піскен қытырлақ көкөністің көптеген пайдалы туыстары бар. Қызыл қырыққабат, брокколи, кольраби, теңіз, түрлі түсті, кале, Пекин, Савой, Брюссель, Қытай және басқалары. Сізге қырыққабаттың барлық пайдасы туралы айтамыз. Бұл көкөністің құрамында барлық дерлік дәрумендер, тіпті асқазан жарасына ем болатын ерекше У дәрумені, фитонцидтер, ферменттер және минералдар да бар. Қырыққабат ежелгі Египетте өсіріле бастады деп саналады. Ол кезде қырыққабат ауқатты адамдарға арналған тағам ретінде белгілі болған және тәтті тағам ретінде ұсынылған. Қазіргі заманда қырыққабат ас үйдегі басты көкөніс ретінде танымал. Одан төмен калориялы дәрумендік салаттар жасайды. Оны бұқтырады, қайнатады, ашытады және қайнатпа мен тұнбалар дайындайды. Қырыққабаттың әр түрінің өзіне тән пайдалы қасиеттері болады. Брокколи қатерлі ісіктің алдын алуға көмектесетін құнды өсімдік. Бұл қырыққабат өзінің қабынуға қарсы және антиоксидантты қасиеттерімен танымал. Оның құрамында жүрек, қан тамырлар жүйесі ауруларына көмектесетін омега-3 май қышқылдары бар. Түрлі түсті қырыққабат диеталық деп саналады. Оның құрамында С дәруменінің рекордты концентрациясы бар. Ағза оны оңай сіңіреді және қорытады. Брюссель қырыққабатын жүрек қан тамырлары аурулары бар науқастардың рационында жиі кездестіруге болады. Жасыл жапырақты қырыққабат минералды тұздарға, калийге, кальций мен темірге бай. Өзіндік дәмге ие. Теңіз қырыққабатының құрамында иод, фосфор және натрий бар. Ол иод жетіспейтін қала тұрғындарының мәзірінде болуы керек. Қырыққабат жапырағының құрамында бауырдағы улы қосылыстарды бейтараптандыратын глюкозинолаттар бар. Олар қатерлі жасушалардан қорғайды. Осылайша қырыққабат онкологиялық ауруларды және сүт безі қатерлі ісігін болдырмайды. Сүт безі қатерлі ісігімен қоса қырыққабат өкпенің, қуықтың, ішек пен басқа дене мүшелеріндегі қатерлі ісіктің дамуына жол бермейді. Оның ісікке қарсы жан-жақты әсері бар. Сонымен қатар қырыққабат тұтастай асқазан ішек жолына пайдалы. Хеликобактер бактерияларын басу қабілетінің арқасында қырыққабат асқазандағы жара мен қатерлі ісіктен қорғайды. Сонымен қатар ішекте өт қышқылдарын байланыстырып шығарып тастайды. Қырыққабат құрамында витаминдер мен антиоксиданттар бар. Барлық компоненттер жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді және қант диабетінің екі түрінде де қорғаныс әсерін тигізеді. Қырыққабатта сілтілік тұздардың көп болуы қанның сілтіленуіне ықпал етеді және бұл жағдай глюкоза инсулиннің көмегінсіз ағзаға таралады. Жалпы қырыққабатты қалай жесе де пайдалы. Ашыған қырыққабат немесе шикідей жасалған салаттар. Бас ауырғанда, буын сырқырағанда ауырған жерге қырыққабаттың жас жапырағын жапсырып таңып қойса, ауруды басады. Қырыққабаттың құрамында асқазан жарасына ем болатын заттар да бар. Шырыны бауыр ауруына ем. Тамақ ауырған кезде қырыққабат сөлін сумен араластырып ауызды және тамақты шаяды.
Қырыққабаттың орасан пайдасын біле отырып, рационыңызға қырыққабатты қосыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.